Баршаңызға сәлем, сіздермен Мейрамгүл. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай өте керемет дәмді тағам дайындайтын боламыз. Бұл тағамызды картошка по-французски деп те атайды. Ендеше менімен бірге жасап көріңіз. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп алыңыз. Лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Біз алдымен өзімізге керекті картоп, пияз, сыр, фаршымызды дайындап аламыз. Тазаланған пияздарымызды жартылай осылай жіңішке етіп бәрін кесіп аламыз. Ал тазаланған картоптарымызды домалақтап осылай жіңішкелеп бәрін кесіп аламыз. Қалыңдығы осындай болады. Барлық картопымызды кесіп болғаннан кейін сырымызды үккіштен өткізіп аламыз. Одан кейін майланған табамызға туралған пияздың жартысын саламыз. Оның үстіне барлық жеріне картопымызды жайып салып шығамыз. Картоптың үстіне мен тұз, бұрыш, майонез салдым, бірақ ол міндетті емес. Себебі ең соңында біздің үстіне құятын құймамыз болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай үстіне фаршты салып, барлық жеріне фарш жайып шығамыз. Фарштың үстінен пияз, пияздың үстінен тағы да картопымызды жайып шығамыз. Құймамызды дайындау үшін сүттің үстіне қаймақ, тұз, бұрыш, қызыл паприканы салып, араластырып құймамызды дайындап аламыз. Қаншадан керек екенін описанияға жазып қалдырып кеттім. Міне барлық салынған картоптың үстіне сырымызды бүкіл жеріне көп салып шығамыз, әдемілеп жайып барлық жеріне. Одан кейін құймамызды құйып шығамыз. Сүйтемізді 180 градуста 50 минутта печкамызға пісіріп аламыз. Енді әркімнің печкасы әртүрлі. Өздеріңіз байқаңыздар. Жарты сағаттан кейін қарап тұрыңыз. Егер сыр күйіп баратқан болса, бетін фольгамен жауып пісіріңіз. Бірақ фольгамен жауғанда байқаңыз, сырға фольга тиіп кетпесін, жабысып қалады. Міне біздің тағамымыз дайын, жұмсақ, ылғалды, әдемі болып пісіп шықты, ешқандай құрғақ емес. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз тағы да тіркеліп алыңыз. Лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Менің арнамда басқа да көптеген тағамдардың рецептін таба аласыз. Мен сізді өз арнамда күтемін.